Тасмағамбетов сөйлепті, оған не дейсіз дейді. Тасмағамбетовті әлде қандай қылмай-ақ қойыңдар. Тасмағамбетовті сендер бір өлген қазақ деп бет сипап қойсаңдар болды. Ол өлген қазақ, ол шіріген жұмыртқа. Ол базары тарағанын, халықтың алдында беті төгіліп, абырой айрандай төгіліп, беделінен жұрнақта қалмағанын біліп отыр. Оның сенген құдайы Путин. Сенген құдайы Путин. Путин оны кез келген уақытта өліп бара жатқан кезде қазақты соғысқа айдап салу үшін оны қолында көзір ретінде, карта ретінде ұстап отыр. Тоқаев сөз тыңдамаса, орныңа сол Иван Галиді қоямын деп Тоқаевты үркітіп отыр. Тоқаев онсыз да Путинге адал құл. Бар болғаны Иван Гали Тоқаевтан да адал. Қысқасы Тоқаев пен Иван Гали Путиннің күндес тоқалдары сияқты ғой. Қайсың маған адалсың дегенде Иван Гали, мен сізді түсімде де көремін. Мен тіпті туалетте отырғанда да сіздің атыңызды айтып дұға оқып отырамын дейді ғой. Ал мына жақтан бет аузын бояп алып, мынау шығады. Сіз сұрасаңыз менің бермейтін нәрсем жоқ. Мен сізге адалмын дейді мынау. Екеуі де Путиннің иті. Енді ол аяқ астынан нағашыларынан жұққан шешендігіне басып, қазақтың қара сөзінің қаймағын іліп, сөз маржанын теріп, ескінің мақалшы, билер құсап, мақалист болып, ары-бері сөйлеген сіпті. Өзінше елі үшін еңіреп, халқы үшін қан жұтып жүрген бір қасқа боп көрінген тұр екен. Ол сәбет сасыған коммунист, сәбет сасыған комсомол. Ол өзі айтқандай Назарбаевтың продуктысы. Ол сол Путиннің қазір үрдесе үретін иті. Яғни Путиннің қолындағы басы байлы, кесік құлақты, шын жырлы төбеті болып отыр. Оны шіріген жұмыртқа деп ойласаңдар болды. Оны бір саяси тұлға деп ойламай-ақ қойыңдар. Яғни сәбет сасыған бұндай сасық коммунистерден бір жақсылық күтпеңдерші. Сәбет өткен, сәбет тәрбиесін көрген, Назарбаевтың командасы болған, Тоқаевтың командасы болған, тәуелсіздіктің 30 жылын қор қылып, қазақтың қолынан ұрлап алған, қазақтың 30 жыл өмірін ұрлаған осы бандит, қарақшы, сәбеттік коммунистерден үміт күткендерің бейне шайтан тәубесіне кеп намаз оқима деп үміт күткен ақмақтықпен бірдей. Назарбаевтың командасынан, Тоқаевтың командасынан, сәбет сасыған осы сүмелек коммунистерден, осы бандит қарақшылардан, қазақтың қанын теспей сорған осылардың сұлу сөзіне, әдемі сөзіне, мақалдап, сөз маржанын теріп сөйлеген пысық сөзіне, сылқым сөзіне